Сүндет, йогурт ішесің ба? Ja. Қайсысын ішесің? Ja. Мақұл іш. Ма. Татты ма? Tatlı. Қандай көрсетші қолмен? Benim. Енді ананы ішесің ба? Ne? Аха, ішіп көр енді. Татты ма? Tatlı. Қайсысы тәтті енді? Ne? Жаным. Ең алдымен сүтімізді сүзгіден өткізіп, кастрөлге құйып, жақсылап пісіріп аламыз. Егер сізде піскен сүт болса, қол күймейтіндей етіп жылыту жеткілікті болады. Піскен сүтімізді суығанша күтеміз. Бір кесеге 2-3 қасық сүт құямыз. Оның үстінен 2 қасықтай Activia йогуртын пайдаландым. Жақсылап араластырып, банкаға құйып, тағы бір рет араластырып жібереміз. Мен йогурт тәтті болсын деп 2 ас қасық қант салдым. Қант ерігенше араластырамыз. Одан кейін жылы сүлгіге орап, бетін жауып, 5-6 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Йогурт ұйығаннан кейін тоңазытқышқа да салып 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Hayat bu, inanmaya değer. Йогуртымыз ұйыды. Жақсылап ұйығаннан кейін осылай қою болып шығады. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Мен оның жартысын бір кесеге құйып, тоңазытқышта қатырылған шиені езіп, жартысына араластырдым. Сонда қызғылт түсті болады йогуртымыз. Осындай 2 түрлі йогурт жасадым. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim. Осымен біздің йогуртымыз дайын, дәмі өте керемет болып шығады. Балаларыңызға дүкеннен алып бергенше, осылай үйде қолдан жасап берген әлде қайда тиімдірек. Егер менің рецептім пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.